концерт көруге келіп отырсыздар ма, әлде бірдеңе білге келіп отырсыздар ма? Бірдеңе білгілеріңіз келіп отырған секілді ме? Бір түрлі бір жүздеріңізге қарасам, бір как будто бірдеңе айтайын деп тұрған секілді, қазір бастайын деп отырған секілді деп жаңа. Ана баяғыда бір айтатын еді ғой, айтшы, ана балдар отыр деп жаңағы. Қыздарым отыр, сосын айтарым асықпай. Сондықтан да баршаңызды көргеніме қуаныштымын. Мына адам баласында дейді, мен сіздерге риза болып отырған. Мына ұялы телефон туралы ештеңе айтқан жоқ ойдым де сіздерге. Барлықтарыңыз түсіріп алып жатсыздар, керемет. Ана түсірме десе де біздің қазақ сондай ғой. Біз нәуір түсір десе түсірмейміз ғой. Түсірші мені десең түсірмейді. Түсірме десең түсіреді ғой. Ана жерде біреулер даже фонаригін жақып қойып түсіріп отыр бар ғой. Ана екі орындықтың арасына несін қойып түсіріп отырғандар бар. Рахмет, қош келіп жатсыздар. Кешіккен жоқсыздар, апа. Біз өзіміз ерте бастап жатырмыз. Балкон көңілге қалай? Неге өйткені балкон деп бастаймын? Өйткені мен сөйлегенде былай сөйлейді екенмін де балкон қалып қойып еді. Мен әрқашан байқайтыным осы балконда отырған көрермендер бір көңілді отырады. Шапала құрып отырады. Әлде билеттің бағасы арзан болғасын ба? Негізі мына ризамын сіздерге. Адам баласында эндорфин деген бір гормон болады екен. Негізі адреналин деген гормонды білеміз, ол айғайлағанда жаңағы қорыққандан шығады, бір қуанғанда бөлінеді. Мына эндорфин деген гормон адам мына шынайы бір айғайлайды, көңіл күймен, қорқып емес, көңіл күймен. Таңертеңнен ұйқыдан тұрып кейбіреулер музыка қосып қойып, сол музыкамен бірге билеп, ән айтып, завтрак дайындаса, эндорфин гормоны бөлінеді екен. Кәм шапалақ айқайлағанда да, кәм шын көңілмен, настроениемен. Негізі мына эндорфин гормонының жапон халқы өте жақсы қолданады екен. Солардың кемпір қайсы, қызы қайсы білмейсің бар ғой. Бәрінің беттері жылтырайды да жүреді ғой негізі. Сөйтсе олар эндорфин гормонына қатты жұмыс жасайды екен. Мына көшелерде кәм будкалар тұрады екен, будкалар. Ішіндегі адамның дауысы сыртқа естілмейді. Сонда олар ішіне кіреді екен де, телефондарын алып, өзінің бір жек көретін адам болады ғой. Соның суретін қойып қояды екен де, соған қарап тұрып айғайлап алады екен. Чуна! Сілімлі! Чуна! деп кәдім. Өйткені олар конфликт жоқ халық қой. Сонда өзіне айғайлағандай эффект алады екен. Вот сол будка негіз бізге керек секілді бар. Өйткені бізде қазақта қазір айғайлайтын жер жоқ. Көшеде айғайласаң штраф. Үйде айғайласаң статья қазір. Сондықтан да жаңа осындай жерге келгенде айғайлап эндорфин гормонын бөліп алайық. Қош келдіңіздер. Бір ғимарат салынса, бір здания салынса, сол зданияның салынғанын біліп отыратын біз. Ана жерге анандай үй салыныпты, ана жерге мынандай салыпты деп, сол жерге барып суретке түсіп, сөйтіп жүретінбіз. Қазір ауыл емес, аудандар салып жатыр. Қазір машинамен өтіп бара жатсаң, мына үйді қашан салып тастаған деп отырамыз. Бұрын тек мына Астана ерте келгендер бар шығар, тек мына ғана площадь қана болатын. Мына жағы акимат, ар жағы парламент, мына жағы министерство, және мына конгресс холл. 4 жаққа қарап фотоға түсеміз. Акиматқа қарап бір түсесің, мына жаққа қарап бір түсесің, мына жаққа қарап бір түсесің, былай бір түсесің. Сосын ерте келгендер бар шығар, мына жерде миллениум деген болатын. Естеріңізде ме? Ішінде кіре берісінде бір кафе тұрады, ары қарай дым жоқ. Ишимнан бір шығасын. Сосын ана жерде бір американский горкалар болатын. Бітті, осымен Астана бітетін. Ал қазір Астананың шеті жоқ. Аллаға шүкір, өсіп жатыр, гүлденіп жатыр. Астана қазір әлемде ең тез өсіп келе жатырған астаналардың бірі екен. Бірінші орында екенбіз. Жоқ, шынымен, мысалы үшін, жаңағы Дубайың болсын, ол баяғы 38 жылдан бастап, Москва енді баяғыдан бастап, Пекиннің баяғыдан бастап. Біз тек қана кеше ғана 97 жыл ғана. Біздің Астанамыз мынандай болатын, ешкім сенгенде жоқ. Мен баяғыда Москваға барғанымызда КВН-да, откуда дегенде, со Астаны деген кезде, а что у вас там светофор есть деді ғой маған. Представляете? Содан сол сөйдеп айтқандарды біз мына жаққа шақырып, білесіздер, естеріңізде, летний кубок өткізгенімізде жақтар түсіп қалған. Біздің осындай қалада тұрып жатқанымызға. Қазір барлығымыз енді біріміз көлікпен, біріміз пойызбен,
Біріміз ұшақпен келіп жатырмыз. Мен әсіресе пойызбен келетіндерге риза болам бар ғой. Сырттарыңыздан қарап жүрем ғой. Бәрі көңіл күймен Астана күніне асығып келе жатамыз кәдімгі. Жай келмейміз. Толып келеміз ғой, шұбырып келеміз кәдімгі. Ешкім қалмайды. Папа, мама, ата, әже. Ол аздай үші бір құдағи жүрет қасыңда. Ол құдағиға просто айтады жаңағыдай. Біз Астанаға баратыр, құдағи бармайсыз ба десе, барып қайтайын деген кезде. Қайдан айттық бар қоқырық деп. Ол құдағи қалмайды ғой ол. Ол үші ол құдағиға ештеңе айта алмайсың. Қалғандардың бәріне пойызға келеді, біздің вокзалда жүреді қазақтар. Топырлап жүреді. Бер тұршы. Кетіп қалма ары қарай. Қайда кетіп баратсың? Мына кел. Құдағиға айғай алмайсың. Құдағиға ішіңнен жынданып тұрсаң да, бірақ құдағи келіңіз мына жерге отырыңыз аға. Құдағи мына жерге отырыңыз, тұр құдағиға орын бер аға. Қайда барасың? Кетпеңдер ешқайға. Ана хабарлаушыны күтіп тұрамыз. Пойыздың келгенін күтіп тұрамыз. Асығып тұрмыз өйткен Астанаға. Мен ешқашан бар ғой, осы біздің Қазақстанда қай вокзал болсын, осы бізде диспетчерлар бар ғой, солардың бәрін бір жерде оқытып қояды деймін осы бар ғой. Өйткен барлығын сөйлегендері бірдей ғой. Мен ешқашан естімеппін мынандай диспетчерді жаңа. Дың, құрметті жолаушылар, Астана Алматы бағытындағы нөмір 44-ші жүрдек пойыз 2-ші жолға келіп тоқтады дегенді. Бізде былай ғой. Құрметті жолаушылар, Алматы бағытындағы нөмір 46-ші жүрдек пойыз 2-ші жолға келіп тоқтайды деп жатыр. Сау болыңыздар, уважаемые пассажиры. Будьте осторожны при въезде в Алматы бағытындағы. Еще бір анық айтқандай повторяем дейді ғой. Ананы бар ғой 10 рет айтса да сен түсінейін деп тұрған жоқсың. 2-ші рет айтқан кезде деп айтқанда еще үйдегі ана баланың біреу түртіп атады ғой. Мама бірдеңе, папа, тұра тұршы. Өзіміз бір естімей айтқан жағаласын. Ал не деп атыр, қай вагон ал, қай путь ал, қай путь деп шулап атқан бір адам ғой вокзалдың ішінде. Қай путь деп атыр, сіздер естідіңіздер ма дейді. Просто өтіп барады, біреу айтады, 2-ші ау деймін дейді. Ол точно емес, просто ау деймін деген. Менің бар ғой, сіздерде бар ма сондай, менің әрқашан бір арманым, осы диспетчер хабарлап болғаннан кейін, сол диспетчердің отыратын бөлмесін тауып алғым келеді бар ғой. Тауып алып, кіріп барып, есікті ашып, не деп атсың осы айтшы? Не деп атсың? Қай путь айтшы маған? Мен өзім маған жаққа барып айтайын. Не деп атсың бар ғой десең? Сонда бүйдеп айтатын сияқты. Сіз неге мына жерге кіріп кеттіңіз? Қазір мен полиция шақырамын, сол кісілер үйде де солай сөйлейді өтейін бар ғой. Балам бар, папаң тамаққа шақырып кел, қазір мен қазір жұмысқа кетейін деп жатырмын. Сөйтсе баласы, папа жаңа Алматыға шығып кеткен, мен өшірмей тұрған. Үй даладан папасы кетірмін, мен жаңа деді. Бірақ бір-бірін түсінеді. Вообще болды ма сондай, сіздерде бір естеріңізде сондай бір ай бар, бір айтсам екен деп тұрадым. Ой, сосын хабарлағаннан кейін қызықты айтсайшы бізде. Бізде андай культурны. Болды, киімдерді алыңдар, жүр. 2-ші путь деп жатыр. Жүріңдер, барайық деп. Біз үйт бармаймыз ғой никогда. Біз үші тұрып алып бетеміз ғой. Так, 8-ші вагон. Мұна жағым екен? Әлде мұн жағым екен? По-моему, мұн жағау деймін. Ал сомкін, бол, тез. Не қайда, кімді? Нені бал? Баланы жетікте. Құдағи, жеріңіз аға. Болдар, тез. Жүрсіңдерші мұн жаққа қарай, жүр. Мұн жаққа қарай жүр дегенде пойыз қасымнан түтік. Қайда кеттіңдер? Бол, тез жүріңдер мұн жаққа. Мұна жақ басы ғой 8 дегенде. Мәссаған бар ғой. Топырлап кәдім бар ғой. Пойыздың ішіне кіріп, вагондарды іздеп, ішінен әйтеуір, ішіне кіреміз.
өзіміздің купемізді тауып аламыз ғой әзір. Ал отыр, болды. Папа, сен мына жерге отыр. Сен үстіне шық, құдағи керіңіз. Мама, сіз мына жаққа отырсайшы я. Балдар ана жақ келесі купеге барыңдар бар. Тез. Барлығын отырғызып аламыз. Пойыз әлі жүрген жоқ. Мама, папаларыңды орналастырасың. Барлықтарында болды ма сондай? Мына жаққа келіп өз әйеліңмен, бала шағаңмен орналасып болып, әлі пойыз жүрген жоқ. Әке шешем не істеп жатыр екен деп бүйтіп барсаң, уже тамақ жеп отырады ғой. Ай, жолда жейсіңдер ғой, асықпасаңдаршы. Сразу отыра сал, сөмкінің бәрін ашып, жұмыртқа бұзылып кетеді. Анау сөйтіп кетеді, мынау бүйтіп кетеді, тез жеп тастайық деп. Еще пойыз жүрген жоқ әлі. Кипяток алып берші дейді ғой. Мен айтам да, жүрсін, бұра тұтсаңдаршы енді деп. Қызық бізде бар ғой. Айтып тұрмын ғой, бізде мықты. Осылай абыр-сабыр, асық жатыр қойткені. Мен бір рет сіздерге айтайын, Астана Маңғышлақ пойызына міндім. Жақында мен басыма операция жасатқам негізі. Ана тромб болып қалып, басым крышкасын алып тастады. Осы тұрғанда алдарыңызға жарты бас болып шығып тұрмын негізі. Расымен. Арасында бірдеңені қайталап кетсем түсінерсіздер. Сонда бір рет Астана Маңғышлақ пойызына міндім, маған самолетке ұшуға болмайды дегесін. Ай, ана пойыз бар ғой, Астана Маңғышлақ. Бір ақ көңіл пойыз екен. Бүкіл станцияға тоқтады ғой. Тіпті жабылып қалған станцияға дейін тоқтады ғой. Бір ақ көңіл екен бар ғой. Мен жаңа пойыздың ішінде отырмыз. Сіздерге бір қызық айтып берейін. Ана пойыз асықпай жүреді екен. Өзін оказывается сол жақтағылар ақсақ пойыз дейді. Ана пойыз ішінде отырғанда бір пойыздар болады ғой. Әйтеуір қатты келе жатқан білесіңді. Ана пойыздың ішінде отырсаң, ана пассажирларын ойлай ма екен, ұйықтасын дей ма екен. Ананың дауысы реально сені ұйықтатып тастайды. Дауысын айтсаңыздаршы. Тық-тық, тық-тық. Тық-тық, тық-тық. Тоқ-тоқ, тоқ-тоқ. Пық-пық, пық-пық. Ана ішінде отырып, ішің пісіп кетеді. Отырып алып, тық-тық санайсың. Тық-тық, тық-тық. Бір күн келатырғамыз, санап келатсақ, тық-тық, тық-тық деді. Тық-тық деді. Екінші тық-тық қайда? Шошып кеттік, бір жерге тоқтап қалдық па деп. Сөйтсек, ақасы станцияға келіп жатыр екенбіз. Станцияға. Сосын станцияға келіп тоқтадық, түстік. Баяғыда любой станцияда жігіттер жағы біледі, тұра сал, темекі шегіп тұра беретін едік қой. Қазір болмайды. Қазір общественный место екен ақасы. Сөйтіп полиция келді, штраф салып кетті. Енді амал жоқ, енді бәрімізге заң бірдей. Штраф төлеп, пойызға міндім. Міндімді терезеден қарап тұрмын енді. Кішкене ренжіп тұрсың ғой енді. Ана полицейский де маған қарап тұр бейтіп. Танып тұрау деймін. Сосын мен ішімде ойладым, пойыз жүрсе, бір мазақтап кетейін деген бір ойым болып тұр ғой енді. Бір өшімді алғым келіп тұр ғой енді жаңа. Сөйтіп бір кезде ақырын пойыз жүре бастаған кезде. Деп тұрсам, сөйтсем ақасы қарсы тұрған пойыз екен жүріп батқан.